Баршаңызға бүгін біз сіздермен осындай жазға арналған бас киім тоқитын боламыз. Мен өзіме тиісті қалыңдықты шығару үшін хлопок жібін 2 қабаттап тоқыдым. Яғни бұл жіп, міне көріп тұрғандарыңыздай Анна деп аталады. 100 граммында 530 метр. Олай болса бастайық. Осы жібімізді түйнектеп алып, 12 орамсыз баған тоқып шығатын боламыз. 12 бағанымыз тоқылды. Жібімізді тартамыз, сол кезде дөңгелекленеді. Ең соңғы ілмекпен іліп жіпті шығарып аламыз. Енді ары қарай 1 ілмек ілеміз, 2 ілмек ілеміз, 3 ілмек ілеміз. Одан соң жібімізді ілмегімізге орап алып, осы жерден 1 орамда баған тоқимыз. Міне бізде 1 ілмекте 2 1 орамды баған пайда болды. Енді қайтадан тоқимыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай осы 1 ілмектен 2 1 орамды баған тоқитын боламыз. Міне осы 1 ілмек, біреуін тоқыдық, қайтадан екіншісін тоқимыз. Басында біз 12 орамсыз баған тоқысақ, қазір бізде 2 еселеніп 24 орамды баған болуы керек. Міне жібімізді ілмектеп алдық. Біз екінші қатарды аяқтадық. Енді үшінші қатарға шығамыз. 3 ілмек іліп алдық. Міне осы жерден тағы тоқитын боламыз екінші ілмекті. Міне көріп тұрғандарыңыздай 1 ілмектен 2 ілмек шыққан. Сол жердің арасына тыға отырып тоқитын боламыз. Міне арасына кіргізіп екінші ілмекті тоқыдық. Енді қайтадан 1 орамды баған жасаймыз. Міне 2 ілмек шыққан, осының арасына кіргізе отырып тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқимыз. Қайтадан міне көріп тұрсыздар, осы жерден кіргізіп тоқисыздар. 1 ілмектен 2 ілмек жасалған, соның арасына кіргізе отырып тоқисыздар. Ілмек бойымен емес. Екіншісін тоқыдық. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқыдық. Осылай қатар бойымен тоқып шығатын боласыздар. Яғни сіздерде ілмек саны тағы да 2 еселенетін болады. Біріншісінде 12 ілмек ілсек, одан кейін 24 болды. Сөйтіп әрі қарай көбейе беретін болады. Енді келесі қатарға өтетін боламыз. 3 ілмек іліп аламыз. 1, 2, 3. Қайтадан осы жерден 1 орамды баған тоқимыз. 1 ілмек іліп аламыз бос. 2 тоқып тұрған жердің арасынан қайтадан 2 рет тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқыдық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде арасына 1 рет ілмек ілеміз, бос ілмек. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқыдық, бос ілмек ілеміз. Яғни 2 рет 1 орамды баған тоқимыз, арасынан 1 рет бос ілмек тоқып шығамыз. Бұл қатарымыз аяқталды. Енді келесі қатарға көшетін боламыз. Келесі қатарға көтерілуіміз үшін біз ілмек іліп шығуымыз керек. Міне біріншісі, 2, 3, 4. Одан кейін осы жерге 1 рет 1 орамды баған тоқимыз. 2 тоқыдық. 1 рет бос ілмек ілеміз. Одан соң мына арқаның арасына 1 рет 1 орамды баған тоқимыз. 1 бос ілмек ілеміз. Қайтадан 1 орамды баған тоқимыз. Одан соң 1 рет бос ілмек ілеміз. Қайтадан міне көріп тұрғандарыңыздай арқаның арасына кіргізіп 1 рет тоқимыз. Міне арқаның арасына осы жерден тоқитын болса 1 рет бос ілмек ілеміз. Одан соң қайтадан тоқимыз. Яғни 1 рет 1 орамды баған тоқимыз, одан соң 1 рет бос ілмек ілеміз, қайтадан 1 рет 1 орамды баған тоқимыз, 1 рет бос ілмек ілеміз. Осылай қатардың соңына шейін тоқып шығатын боласыздар. Бос ілмек ілеміз, міне арқан арасына кіргіземіз, 1 рет 1 орамды тоқимыз, одан соң 1 бос ілмек ілеміз, қайтадан 1 орамды бағанды тоқимыз. Біз қатарымыздың ең соңына келдік. Әр қатарды аяқтаған кезде міндетті түрде бос ілмекті алып отыруды ұмытпаңыздар. Міне 1 бос ілмек алдық. Қатарды
біріктіретін боламыз. Міне біріктірдік. Енді әрі қарай тоқитын боламыз. Келесі қатарға көтерілу үшін тағы да ілмек іліп аламыз. 1, 2, үшінші ілмекті ілеміз. Осы жерден бір орамды баған тоқимыз. Міне арканың арасына салып, бір рет бос ілмек ілеміз. Қайтадан осы арканың ішіне бір рет тоқимыз. 2 рет тоқимыз. Бір рет бос ілмек ілеміз. Қайтадан мына арканың ішіне бір орамды бағанды бір рет тоқимыз. Екінші рет тоқимыз. Бір рет бос ілмек іліп аламыз. Қайтадан 2 рет тоқимыз. Міне біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқыдық. Сонда әр арканың ішіне 2 рет бір орамды баған тоқимыз, бір бос ілмек ілеміз. Қайтадан 2 рет бір орамды баған тоқимыз. Осылай қатар біткенше өздеріңіз қайталап шығатын боласыздар. Қатарымыздың соңына келдік. Қатарды аяқтайтын кезде міндетті түрде бос ілмек алуды ұмытпаңыздар. Міне ең соңғы ілмекті тоқимыз. Бір бос ілмек ілеміз. Одан соң қатарымызды біріктіреміз. Жіпімізді кіргіздік, алып шығып біріктіреміз. Енді келесі аркаға өту үшін әр ілмектің арасынан жіпті алып шығып біріктіріп отыруларыңыз керек. Міне біріншісіне алып шықтық, тоқымаймыз, тек арасына өткізіп аламыз. Әр қатарды бастайтын кезде міндетті түрде осылай аркаға өтіп алуларыңыз керек. Міне аркаға өттік. Енді осы жерден ілмек ілеміз. 1, 2, 3 ілмек. Енді біз бұл қатарда 3 бір орамды баған тоқитын боламыз. Міне бірінші ілмек ілдік, екінші бір орамды баған тоқыдық. Үшіншісін тоқимыз. Бір бос ілмек қалдырамыз. Қайтадан 3 рет бір орамды баған тоқимыз. Міне біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқимыз, үшіншісін тоқимыз. Бір бос ілмек ілеміз. Міне біреуін ілдік бос ілмектің. Енді қайтадан келесі аркаға, міне осы жерге 3 рет бір орамды баған тоқимыз. Міне біріншісін, екіншісін тоқыдық, үшіншісін тоқимыз. Бір бос ілмек қалдырамыз. Тура осы жерге қайтадан 3 рет бір орамды баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісін тоқимыз. Тоқу барысында қолдарыңыз өзі үйренетін болады. Қолдарыңыз, көздеріңіз үйренетін болады. Бірінші, екіншісін тоқыдық, үшіншісін тоқыдық. Бір бос ілмек қалдырамыз. Қайтадан 3 рет тоқимыз. Біріншісі, екіншісін, үшіншісін тоқимыз. Міне бізде қатар аяқталып қалды. Ең соңғы ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3. Бір бос ілмек ілеміз. Қайтадан 3 рет тоқимыз. Біріншісін, екіншісін тоқимыз, үшіншісін тоқимыз. Бір бос ілмек ілеміз. Қатарды біріктіреміз. Енді бағана айтқанындай тоқитын жерімізге аркамызға міндетті түрде жіптерді біріктіріп өткізіп алатын боламыз. Міне келдік тоқитын жерімізге. Енді 3 ілмек ілеміз. 1, 2, 3 ілмек ілеміз. Қайтадан 1 рет тоқимыз. 2 рет тоқимыз. Ілмегіміз 3-ші баған болып есептеледі. Бір бос ілмек қалдырамыз. 3 рет бір орам баған тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқыдық, үшіншісін тоқимыз. Енді бұл жерде біз бос ілмекті екеу ілеміз. Біреу, екеу. Алдың қатарда біреу ілген болатынбыз. Енді қайтадан міне осы жерден 3 рет бір орамды баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісін тоқыдық, үшіншісі,
бір рет бос ілмек ілеміз, қайтадан осы жерге 3 рет оқимыз. Бірінші қатар, екінші баған, үшінші бағанды оқимыз. 2 рет бос ілмек ілеміз. 1, 2. Қайтадан өрнекті қайталай беретін боламыз. Біріншісін тоқыдық, 2, үшіншісін тоқыдық, бір бос ілмек қалдырамыз. Қайтадан 3 рет бір орамды баған. Біріншісін, екіншісін, үшіншісін тоқимыз. 2 рет бос ілмек ілеміз. 3 рет тоқимыз. Тағы осылай қайталай беретін боламыз. Міне қатарымыздың соңына келдік. 2 ілмегімізді іліп аламыз. Қатарды аяқтайтын кезде қатарымызды біріктіреміз. Енді жаңағыдай арқаның арасына өтіп аламыз. Міне бізде осылай бас киімнің үлгісі төбе жағы пайда бола бастады. 1 ілмек ілеміз, 2 ілмек, 3 ілмек ілеміз. Шебімізді іліп алып, 1 рет тоқыдық, 2 рет бос ілмек ілеміз, тағы да 3 рет бір орамды баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Бір бос орам тоқимыз. Міне мына көріп тұрғандарыңыздай, мына арқаға бір орамды бағанды 1 рет тоқып шығамыз. Тағы да бір бос ілмек ілеміз. Қайтадан арқаның ішіне өрнегімізді тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші. 1 рет бос ілмек ілеміз. Бір баған, бірінші баған, екінші баған, үшінші баған тоқимыз. Тағы да бір бос ілмек ілеміз. Мына арқаның ішіне бір орамды бағанды 1 рет тоқимыз. 1 рет бос ілмек ілеміз. Осылай қайталана беретін болады. Енді келесі қатарды тоқимыз. Арқамызға өтіп аламыз. Осы ілмектерімізді іліп шығамыз. Осы жерде міне бірінші ілмек ілінде екіншісін тоқыдық. Үшіншісін бір бос ілмек ілеміз. 3 рет тоқимыз. Тағы біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Енді ілмек ілеміз. Міне 2 рет бос ілмек ілдік. Осы міне арқаның үстінен ілмекке шебімізді кіргізіп, 1 рет бір орамды баған тоқимыз. 1 бос ілмек, 2 бос ілмек ілеміз. Қайтадан осы арқаның ішіне тоқып шығамыз. Аяқталғанша осылай тоқып шығатын боласыздар. Одан соң осы қатарды бітіргеннен кейін тағы да бір қатар осы өрнек бойынша тоқып шығатын боласыздар. Енді біз келесі қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін әдеттегідей қатарға көтерілу үшін бос ілмектерімізді іліп аламыз. Одан соң осы жерге 1 рет тоқимыз, 2 рет тоқимыз. 1 рет бос орам тоқимыз, одан соң тағы 3 рет тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, екінші баған тоқыдық, үшінші баған тоқыдық. Алдыңғы сәтте біз 2 бос ілмек қалдырсақ, бұл жерде 3-еуін қалдырамыз. 1, 2, 3. Қайтадан осы бағанға бір орамды баған тоқимыз. Бірінші ілмек, 2, 3 бос ілмек қалдырамыз. Одан соң әдеттегідей қайталайтын боламыз. Бірінші баған тоқыдық, екінші баған тоқыдық, үшінші бағанды тоқыдық, бір бос орам қалдырамыз. Қайтадан бірінші баған тоқыдық, екінші баған тоқыдық, үшінші баған тоқимыз. 3 бос ілмек. 1, 2, 3. Одан соң осы бағанға бір орамды баған тоқимыз. Қайтадан 3 бос ілмек. 1, 2, 3. Яғни қатар соңына дейін осылай өздеріңіз қайталап шығасыздар. Одан соң жаңағыдай
тура осындай бір қатарды қоса тоқып шығатын боласыздар. Енді біз келесі қатарды тоқитын боламыз. Міне бос ілмегімізді іліп аламыз. Бір баған тоқимыз, екі баған тоқимыз. Үшіншісі жаңағы ілген ілмек болып есептеледі. Бір бос ілмек, 3 рет баған тоқимыз. Біріншісін тоқимыз, екіншісін тоқимыз, үшіншісін тоқимыз. Одан соң 4 рет ілмек ілеміз бұл жерде. 1, 2, 3, 4. Жібімізді іліп алып, мына бағанның үстінен бір орамды баған тоқимыз. Қайтадан 4 ілмек ілеміз. 1, 2, үшіншісін, төртіншісін тоқимыз. Қайтадан осы арқаға 3 баған тоқимыз. Екіншісі, бір бос ілмек іліп аламыз. Бір баған тоқимыз. 2 баған тоқимыз. 3 баған тоқимыз. Одан соң 4 рет ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4. Жібімізді орап, мына бағанның үстіне бір орамды баған тоқимыз. Бір ілмек ілеміз. 2, 3, 4 ілмек. Одан мына арқаның үстіне тоқисыздар. Осылай қатар біткенше қайталай беретін боласыздар. Біздің бас киіміміз әрі қарай осы өрнек бойынша қайталана беретін болады. Өздеріңізге қажетті ұзындыққа жеткенше осылай айналдыра отырып тоқи беретін боласыздар. Міне біздің бас киіміміз дайын болды. Мен өзіме қажетті ұзындыққа жеткенше тоқып шықтым. Яғни біз басынан бастап есептегенде 22 қатар тоқып шықтық. Енді біз шегін жиектеп шығатын боламыз. Ол үшін жібімізді кіргізіп алып, бағансыз айналдыра отырып тоқып шығамыз. Жібімізді кіргізе отырып, мінекей тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді қарасаңыздар, мына жерде бізге тоқып шығу қиынға соғады. Сол үшін жіпті айналдыра отырып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни әр осылай қатарға 5 рет тоқимыз. Келесісіне өтеміз. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет тоқимыз. Әр қарай қатарды шектеп тоқимыз. Одан соң арқаның ішіне 5 рет тоқимыз. Келесіне 5 рет осылай қайталай беретін боламыз. Міне бас киіміміздің бірінші қатарын осылай шектеп шықтық. Енді екінші қатарын шектейміз. Осылай қалдырсаңыз да болады. Немесе мен сияқты екінші рет шектеп шығуыңызға да болады. Ол үшін бос ілмек іліп аламыз. 1, 2, жібімізді айналдырамыз да ілмекке кіргізіп, 2 жіптің арасынан бір-ақ өткіземіз. Жібімізді айналдырамыз, ілмекке кіргізіп жіпті алып шығамыз да жібіміздің арасынан бір-ақ өткіземіз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ілмекке кіргіземіз, барлық жіптің арасынан өткіземіз. Осылай қатар соңына дейін өздеріңіз қайталап тоқып шығатын боласыздар. Міне біздің бас киіміміз осылай дайын болды. Егер де сұрақтарыңыз, түсінбеген бір жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын.